Сәлем, оқушылар. Бүгін біз 14-ші есепті шығаратын боламыз. Ең алдымен 14-ші есепті біз не дейді? Алым бөлім берілген, сондағы x-дің мәнін есептейді. Хорошо, так x бөлімде мәлімет болса, мен бірінші алымын есептей аламын. Бір қосылған 2 бөлім 3, соны былай есептейді. Бірге ортақ бөлім беремін. Ортақ бөлім 3 болады, бірді 3-ке бөлем, 3 қосылған 2, бөлімде 5 бөлінген 3-ше алма ішкені бөлімін есептейміз. 2 қосылған 2 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген 2. Так, ең алдымен мына астындағысына ортақ бөлім беремін, 3-ке 2 бөлемін. Сонда 2 қосылған 2 бөлінген ортақ бөлім 2 болса, 2 3-ті бөлінген 6, 6-ға мен 6 қосылған 1 болады, 7 болады. И әрмен қарай ол менде 2 қосылған 2 бөлінген 1 өтілген. Істейді, 7-тен 2 ғой. 7-тен 2-ні мен көйтіп айналдырған кезде 2 үшінші 7 астын шықты. Соныңде 2 қосылған 4 бөлінген 7 шығады. Сонда менде не болады? Ортақ бөлім 7, 14, 18 болады. 14 шығады, 14-ке мен 4 болсын, 18 болады. Келесі онда енді менде 2 мән табылды. Енді мен тек қана x-дің мәнін таба салсам болғаны. 5 бөлінген 3 көбейтілген деймін. Өйткені мына бөлімдегі сан, мына тұрған сан, оның мен орындарын ауыстырып есептесем болады. Сонда неше шығады? 7-дегі 35, ал 3-ке 18 көбейткенде 30, 3-дегі 8 24, сонда 54 болады. Сонда 35 бөлінген 54 жауап көріп тұрмыз ба? Көріп тұрмыз, сол менен д нұсқасында тұр екен.